Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді әдемі болып шығатын заливной пирог с абрикосом, яғни өрік қосылған желе пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға сары майымызды саламыз. Сары май бізде 62-72% болуы керек. Оның үстіне қантты салып, венчиктің не болмаса миксердің көмегімен араластырып аламыз. Мен венчикпен араластырдым. Сосын оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнымыздың жартысын саламыз. Сосын қопсытқышымызды саламыз. Лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Ұнның қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақтықтағы қамыр дайын болды бізде. Қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге қаймақ керек болады. Кез келген проценттегі қаймақ жарайды. Оның үстіне сгущенкамызды саламыз. Екеуіні жақсылап араластырып аламыз. Венчикпен араластырсақ болады. Сосын осы массамыздың үстіне кукурузный крахмалды саламыз. Кукурузный крахмалдың ешқандай дәмі де иісі де болмайды. Ол біздің салмамызды қоюлаттырып береді. Жақсылап венчикпен араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды өзімізге керек формада жайып аламыз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ, песочный болып келеді. Оны осылай жақсылап жайып аламыз. Мен 24 диаметрлі формада пісіремін. 22-де пісірсеңіздер де болады. Одан үлкен болып кетсе, 24-тен үлкен болып кетсе, біздің салмамыз аз болып қалуы мүмкін. Сондықтан одан үлкен формада пісірмеңіздер. Осылай қамырымыздың бортиктарын шығарып, жақсылап жайып аламыз. Үстіні шаншқымен тесіп шығамыз. Сосын біздің дайын салмамызды саламыз. Оны лопаткамызбен барлық жеріне бірдей етіп тегістеп шығамыз. Енді мына шетіндегі бортиктары биіктеу болып тұрған болса, соны қолымызбен кішкене түсіріп шығамыз. Енді біз өріктерімізді жуып, тазалап, осындай ішіндегі дәнінен ажыратып аламыз. Бізде өріктер қаттылау болғаны дұрыс, жұмсақ өрікті пайдаланбаңыздар. Өріктерімізді өзімізге керекті формада турап аламыз. Енді осы өріктерді пирогымыздың үстіне осылай әдемілеп салып шығамыз. Дайын пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан пісіріп жатқан кезде қарап тұрамыз. Бізде пирогымыздың шетінде қамырлары қызарып, салмасы осылай үсті кішкене қызарып шығуы керек. Бізде салмасы осындай көтеріліп шығады. Дайын пирогымыздың ол кішкене суығаннан кейін басылатын болады. Бөлме температурасында толықтай суытып аламыз пирогымызды. Толық суығаннан кейін барып, осы формасынан шешпей, тоңазытқышқа 2 сағатқа аз дегенде, не болмаса бір түнге салып қоямыз. Сонда кескен кезде өзінің формасын жақсы ұстайтын пирог болады. Міне пирогымыз, сіздерге кесіп ішін көрсетемін. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады, дәмі өте ерекше. Дайын пирогтағы өріктердің иісі өте әдемі шығып, сіздің тәбетіңізді ашуы сөзсіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.